Қазақстанның түрмесі олигархтар отыратын жер емес. Онда тек кінәсіз билікке қарсы шыққандар ғана отыра ма қалай өзі? Байбағланың торға қамалғаннан бостандыққа шыққан уақыты тез. Кеше ғана мемлекетке миллиардтаған шығын келтірген атақты бизнесмен Қайрат Боранбаев еркіндікке шығып кетті. Осыған қарап ақшалыларға ешқандай заңда жүрмейтін сияқты. Асарын асап оп-оңай бостандыққа шыққан бұл бірінші шенеулік емес. Ендеше көрген дұрыс көрермені. Бұл шығарылым Forbes тізіміндегі қазақстандық кәсіпкер Қайрат Боранбаевқа арнадық. Спорт мұғалімі болып жүріп, Қазақстанның дүркіреген кәсіпкеріне қалай айналды? Боранбаевтың тордан сытылып кетуіне құдасы Назарбаевтың ықпалы болды ма? Осының бәрін бүгінгі шығарылымда айтпақпыз. Сізден қолдау, бізден шындық болсын. Не надо меня снимать. Тебе не стыдно меня снимать? Снимай, девушка. Зачем меня снимать? Что ты меня снимаешь? Қайрат Боранбаевтың бостандыққа шығатыны жайлы бірінші журналистер жазды. Артынша былықты жасыру мүмкін болмай, құзырлы органдар 6 қараша күні Боранбаев бостандыққа шығарғаны жайлы айтты. Ол пробациялық түрде бостандыққа шығыпты, яғни шетелге қаша алмайды, жүрген тұрғаны бақыланады. Естеріңізге салсақ, атышулы Қайрат Боранбаев қыркүйекте ғана алдымен 6 жылға сотталып, артынша қылмыстары әшкере болып бастаған соң сот 8 жылды жазып берген еді. Ол Қазақгаз ұлттық компанияның газын сатып, 14,6 миллиард теңге қаражатты жымқырып ұсталған. Боранбаев үшін 15 миллиард теңге түк емес. Ол сотпен әбден саудаласты. Елдегі мұнай компаниясы қаншама қонақ үйі, сауда орталықтары бәрін бостандық үшін бәске тігіп жіберді. Тіпті шетелдегі 90 миллиард теңге активін елге қайтарды. Қаза берсең байдың былықтары да шыға беретін еді. Қайрат меценат бұл биліктің қалай құрылғанын жақсы білет. Әрі бостандық үшін таныстары да жеткілікті болып шықты. Олигарх күллі байлығын көрсетпегені бесенеден белгілі емес пе? Осы күні туған туыстары, әйелі, қайын жұртының аттарына біраз дүниені жазып үлгерген болар. Айтпақшы, Нұрсұлтан Назарбаев оның бел құдасы. Боранбаевтың қызы Алима Боранбаева экс-президенттің жиен немересі Айсұлтан Назарбаевқа тұрмысқа шыққан. Боранбаев 2,5 жылдай абақтыда болды. Ақыры қазіргі биліктегілердің тілін тапты. Бұған құдасыз да жәрдем берген шығар, кім білсін. Құрметті көрермен, біз алдыңғы шығарылымда Қайрат Боранбаев жайлы айтқан болатынбыз. Сол жазбаның астына мұндай шенділер толық жазасын өтемейді, ертең-ақ бостандыққа тайраңдап жүреді деп жазыпсыздар. Айтқандарыңыз дөп келді. Елдегі абақты бұл кісілер үшін тар екен. Боранбаевта ақша өте көп. Алматыдағы Әл-Фараби даңғылындағы коммерциялық үй-жайы және 686 миллион теңгенің жер учаскесі, банк шоттарындағы ақшалары, халық банкіндегі түрлі шоттардағы ақшалар. Сондай Қайрат Боранбаевтың мемлекетке құны 1,4 миллиард теңгеден асатын қонақ үйді тапсырды. Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына 30 миллиард теңгеден астам қаржы аударды және өзінің меншігіндегі сауда орталығы мен фитнес желісін мемлекет меншігіне өткізді. Бұдан бөлек кәсіпкердің жалпы құны 58 миллиард теңге болатын кен орны, зауыты мен компаниясы мемлекетке өтті. Бұл бар байлығының 1/3 бөлігі ғана шығар. Сонда қара халық жеуге ас табылмай отырғанда Боранбаев осынша ақшаны қалай жинады екен? Қайрекең үшін уақыт бағалы. Сол үшін 6 жылын абақтыда өткізгісі келмейді. Өйткені қазіргі жасы 57-те, ол түрмеден шығам дегенше зейнет жасына да келеді екен. Жегенінің қызығын қазір көріп қалайын деген шығар. Боранбаев 90 миллиард теңгесін қайтарды дедік. Ол ақша мемлекет меншігіне қайтарылыпты. Хош дедік. Өткенде ғана парламент депутаттары олигархтардан қайтарылған ақшаға халықтың несиесін жауып берейік деп жатыр еді. Жалпы бұл мүмкін бе өзі? Сіздер халықтың қарызын емес, бірнеше банкті біріктіріп, қыруар сауықтыру қаржысын бір банкке жинастырып, оның барлығын сыпырып сиырып алып кеткен Назарбаевтық олигархтарға тиесілі банкілердің халыққа береше қарызын негіздемейсіздер. Егер сол триллиондар қайтарылатын болса, халықтың қазіргі кредиттік қарызын 10 есе, 20 есе жауып тастауға болар еді. Пәпейдің сөзінің жаны бар. Бір ғана олигархтың шетін шығарғанда осынша байлығы шығып жатыр. Ал президент айтқан 162 олигархтың артын қопарсақ, талай былық шығара сөзсіз ғой. Қайрат Боранбаев ендігі бостандықтың ауасын ай деп бір жерде демалып отырған шығар. Елде 50 ең бай болса, 14-ші орындағы арғыннан шыққан Қайрекең енді өз ойынын тоқтатқан шығар. Мұндай пысықайлар ендігі басқа ойыншыларын аламанға қоса бастайды. Торғай облысының тумасы Қайрат Боранбаев облыстық спорт кешенінде жаттықтырушы болып жұмысын бастаған. Қазіргі спорт мұғалімінде сонда байлық жинайсын десе сенбейтін де шығар. Бизнесменнің биографиясына қарап, 2000 жылдары қолда жүрген, жағдайды жақсара бастағанын көріп отырмыз. Бірақ қазақ жеріне байыған қазынаның бәрі қазақтікі. Әрбір тиынның есебі болу керек деп ойлаймыз. Сіз қалай ойлайсыз, көрермен?